Диана Шарапова қайдасыңдар достарым бейнебаянының түсірілімі кезінде 4 килограммға арықтаған. Себебі әншінің диджей Умбертомен бірігіп орындаған музыкалық видео туындысы ырғақты би қимылдарынан тұрады. Биге әбден берілген Диана 2 күнге созылған түсірілім кезінде бар өнерін салған көрінеді. Идея этой песни я написал Умберто. Бұл идеяның авторы Умберто. Ол маған дайын аранжировкасы бар ән алып келді. Мен тез арада ақын Талант Арғынғалиге хабарласып, сөзін жазып беруді сұрадым. Сөйтіп біз Gangnam Style жанры мен кубиндік ырғақты араластырып бейнебаян түсірдік. Ал Диананың болашақ жоспарларына келетін болсақ, ол Мәскеу қаласына барып, 2 жаңа бейнебаян түсірмек. Онымен қоса эпатажды әнші Сергей Зверевпен тағы бір дуэт жазбақшы. Будет и на казахском, и на русском. Ән қазақ және орыс тілінде болады. Талант Арғынғали арман жолдары мәнін жазып берді. Әдеттегідей бұл ән махаббат туралы емес, арманға қол жеткізу туралы. Армансыз адам қанатсыз құсқа тең дегенде, әр адамның асқақ арманы болады. Жаңа әнім осы тақырыпты арқау етпек. Мұнымен Диананың қызықты жаңалықтары бітпек емес. Әншінің айтуы бойынша ол жақын арада тыңдармандарының арасында байқау ұйымдастырмақшы. Бар болғаны қайдасың достарым бейнебаяндағы ырғақты биді нақышына келтіріп билеп берулеріңіз қажет. Толығырақ Диана Шарапованың Instagram парақшасынан жақын күндері білетін боласыздар.